Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің жұртшылықпен байланыс жөніндегі департамент басшысы Арман Бердалин бастаған топ Ұлытау аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде болып, мекеменің тыныс тіршілігімен де танысты. Бөлімнің жұмысы туралы ақпаратты мекеме басшысы Айна Әбілова жеткізді. Оның мәліметінше, бүгінде бөлімде жалпы саны 40 адам еңбек етеді. Әлеуметтік көмек тағайындау жөніндегі мобильді топ құрылған. Тіркеуде тұрған азаматтарға көмек көрсететін 23 маман бар. Олар 69 мүмкіндігі шектеулі бала мен 27 қарияға әлеуметтік көмектерін ұсынып отыр. Жалпы бүгінде аудан бойынша 256 адам жұмыссыздық санатына тіркелген. Бұл жұмыссыздық деңгейінің 4%-ін көрсетеді. Жауапты тұлғалар бөлімге қарасты сенсорлық кабинеттің жағдайымен қанықты. Мұнда 90-ға жуық мүмкіндігі шектеулі балаға қызмет көрсетіледі. Онда сауықтыру шаралары жүргізіледі. Бөлім сондай-ақ бүгінде 172 мүшесі бар 29 отбасыға әлеуметтік көмек беруде. Мекеменің осы және басқа да бағытта атқарылып жатқан жұмыстары баяндалды. Гүлім Маратқызы, Таң Атысқақ, Дидар телеарнасы.